Саба шарифіңіз хайырлы олсын. Декабрьнің дорты Қырымышғалының 1376 күні студияда Мафиле Мұхтарова çalışам. Бүгін саба саат 9-да Қырым гарнизон арби махкемесінде Русияда ясақланған Хизбут Тахрир давасының ilk отырышы olacak. Лав Ялтада яқаланған Муслим Алиев, Эмир Усейн Коко, Энвер Беккиров, Адим Сирук, Рифат Алимов ве Арсен Джипаров аққында кете. Даваның Ростов арби махкемесі бақа жақтыр, Ахмеджетінің гарнизон арби махкемесінде сет шыққыш отырышы olacak. Тақиқатқа көре Алиев Русияда ясақланған тешкілетінің бөлік құручысы ола, қалғанлары сеоның ади иштиракчилері екен. Адвокат Жемил Темишевның АТР телеканалына білдіргеніне көре саяси мобюслерінің адвокатлары махкеме отырышлары Ростовда дегіл Қырымда олмасыны істейжек. Чүнке шатлардың чоққысы Қырымда бұлына. Ләқайт қалмағанлар учебный аралығы 8А адресі бойынша махкемеге давет етіле. Для нас принципиально важно определение подсудности, чтобы данное уголовное дело рассматривалось в Крыму, чтобы судьи сюда приехали и дали возможность защиты представить все доказательства. Здесь находятся все свидетели. Если сейчас не все адвокаты смогут выехать в Ростов на рассмотрение данного дела, сразу же были назначены адвокаты от государства. Даже у очень опытного, даже у очень добросовестного адвоката недостаточно будет времени, чтобы подготовиться и сразу же сходу вникнуть в особенности данного уголовного дела. Махкеме Мескер давамы бюсы Эмир Усейн Коконың незарет алтында қалма мұдетінің ұзатылмасыны да бақажақ Amnesty International халқара тешкелеті Facebook қоланыншыларының онлайн үчімге қошылмаға чақырды. Киев вақтына көре саат 9-да ве Қырымда саат 10-да фрикуку хэштегі или сайфиде язмаға теклиф етіле. Іштімай ағларда бұл шардаваға диққа желбетіп Эмир Усейн Коко ве құрантасына қол тұтмаға имкан берір. Милли азлықлар форумында Қырым татар мали мерkezінің векелі Эльвир Сагерманның лафыны Руселілер бөлмеге істеді. Тедбір Женевада кечірілді. Эльвир Сагерман өз чықышында Қырымда ишғалчилерінің Қырым татарларға қаршы япқан басқысы ақында айтмаға башлады. Ләкин чықышының башында Русели иштиракчилер созыны болды. Форум башлығы бір қач кереттен бейлеген соң ишғалчилер susты. Крымские татары неофициально признаны источником опасности для де-факто властей. Из 300 тысяч людей, десятки тысяч людей вынуждены были уехать на материковую часть Украины. Большинство из них – представители молодежи. Их права ограничены. Благодарю, господин председатель. Кечкен афта Русия ватандашы Украинаға қачты. Бұақта Девлет сыңыр қызметі білдарды. Учуде сыңырда Катешкаров ноқталарында оларны Русияда акимиет таққы біткеніні айтты. Себеплерінден бірі есе саяси фікірлерідір. Олар қачақ статусы ве қошмай майы берілмесіні істеді. Үшінден екісі есе мұхалифетінің наразылықларында иштирак еткенін айдынлатты. Инсанларны Украинаға кірсетіп, кереклі весеқаларын алмалары үшін миграцион қызметіне yolладылар. Украина хабер саясеті әзірлігі Қырым татар милли құрылтайының 100 елығына бағышланған видеолевха hazırladı. Назірлік құрылтай не олғанын аңлатмақ мақсадының бұйық медиа компания башлатты. Ол құрылтайының Қырым татар милли әрекеті үшін олған емиетін айдынлаты. Тамам 100 ел евелсі 1917 декабрь айында Қырым татар милли тамғасы мавы байрақ ве гимн белгіленген еді. Чаршымбе күні юқары радада бірінші Қырым татар милли құрылтайының 100 елығына бағышланған тантаналы топлашу өткерілечектір. Першого Курултаю не були марними. Він служить взірцем високої політичної самоорганізації для кримських татар, які разом з українцями прагнуть побудувати успішну Україну.
Шымдылык bu соңғы хабарымызdır. Эфирні саба yayını devam ете. Ең актуаль мевзуларда субъектлеріне сейр етіңіз. Көрішкенше.